қостым. Жарайды достар, болды осымен түсірем. Қалай бар, солай шығады. Хейо, бәріне сәлем. Менің атым Ақерке, және бұл менің YouTube арнамдағы алғашқы бейнежазба. Керек кішкене уайымдап тұрмын, қалай болады, не айтам, ойдағыдай шығады ма, шықпайды ма. Сұрақтар өте көп, бірақ нәтижені біз егер істі жасасақ қана аламыз, сондықтан мен тәуекел етіп бастадым. Жалпы бейнежазбаны бастамас бұрын мен айтқым келетін өте маңызды нәрсе бар. Мен бұл YouTube арнамдағы бейнежазбаларды қай тілде жүргізгенім дұрысырақ болады деп өте көп ойландым. Өйткені менің универдегі сабақтарым ағылшын тілінде өтеді, менің араласатын ортам орыс тілінде, мен соңғы кезде үйреніп жүрген тіл польша тілі, және одан бөлек менің ана тілім қазақ тілі. Және мен өзім қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын мектепті бітіргенмін. Көп ойлана келе, қанша жерден мен қазір жаргон сөздерді көп қосатын болып кетсем де, менің ана тілімде сөйлегенім өзіме және менің болашақ оқырмандарыма пайдалы болады деген тоқтамға келіп, видеомның барлығын толықтай қазақ тілінде түсіруге ниет еттім. Және осы бастамам баянды болады деп үміттенемін. Сіздерден пікір және лайк күтемін. Жалпы мен артында 18 деген санды бағанадан бері көріп тұрған шығарсыздар. Кеше ғана 7 наурыз күні мен 18 жасқа толдым. Жалпы YouTube арнаға дәл осындай әңгімелесіп отыратын жылы форматтағы видеоларды түсіру біраз уақыт менің ойымда болған. Бірақ мен оны жасауға қорықтым. Ал бүгін сондай бір ерекше өзінің сәті түсіп тұрған кез екен. Осындай шаралар бар. Осындай демалыс күні, бүгін сенбі, ертең сабақ жоқ дегендей. Осы бір сәтті пайдаланып қалғым келді. Және менің ең алғашқы видеом 1 жыл бұрын өзіме қандай хат жазар едім деп аталады. Жалпы ең маңызды нәрселердің бірі неге хат жазу және неге 1 жыл бұрынғы Ақеркеге. Хат жазуды түсіндірмес бұрын, мен ойымша мынаны көрсеткенім жөн болар, өйткені мен әрқашан өзімнің жаным құлазыған, өзім қиналған сәттерде өзіме қолдау білдіру мақсатында жазамын. Жалпы мен 11-ші сыныптың басында қыркүйектің, мен қазір сіздерге айтам, қыркүйектің 4-і күні мен алғаш рет 11-ші сыныпта оқып жүрген кезде өзіме, болашақтағы өзіме хат жазған екенмін. Яғни бұрынғы өтіп кеткен жағдайға байланысты, болмаса басқа біреуге емес, дәл өзіме және болашақтағы Ақеркеге 4-ші қыркүйек күні былтырғы жылы 23-ші жылы хат жазған екенмін. 11-ші сыныпта оқыған кезде, және бұл хаттың ішіндегі менің жазған сөздерімнің басым көпшілігі орындалды. Енді мен ол нәрсені аса түсінбедім. Уақыт өте келе жазудың құдіретіне, жазудың сиқырына, осы сөздің киесі бар деп айтады ғой қазақ негізінде. Осы сөздің киесін түсінгеннен кейін, өзімнің көзіммен көріп, сол нәрсені қолмен ұстап көргеннен кейін барып, мен жазудың артында бір сиқырдың, ғажайыптың бар екендігіне шынымен сендім, иландым деп айтсам болады. Және осы туралы бүгін сіздерге әңгімелеп берсем деймін. Мысалы, дәл осы хаттың ішінде мен енді 11-ші сыныпқа енді келген Ақерке өзіме не деп жазғанымды көрейік. Сәлем Ақерке, сен қазір 11 бітіріп жатқан шығарсың. Сабақтан шаршаған шығарсың. Мына хатты жазып отырған Ақеркеде сабақ басталды. Бірінші сабақта Гүлмира апаймен сынақ жазып, тілден 35, әдебиеттен 35 алдым. 45-тен. Алдағы уақытта бұл көрсеткішті көтересің деп сенемін. Айналаңдағы жандармен конфликт болмай, ақжолдан тайма. Ішкі балансты сақтауды ұмытпа. Тек ұмытып қалған емес, тұлғалық дамуды да ұмытпа. Кітап оқы, сен бір орында тұрып қалған адам емессің. Адам, если по факту, бір жерде тұрмайды. Или деградация, или прогрессия болады. Жүрегіңді тыңда, еркін бол. Әркімнен жүрегіне алмай жібере біл. Алла қаласа н-дан 129, ал нағыз ұбт-дан 130 алып қырыңқы түсіп кет. Аллам қалап алтын белгіні аман есен қорғап шық. Be happy, never give up, smile. Ертеңіне әрекет ет. Мен саған да өзіме де сенемін. Сабақ деп өлмей, айналаңдағы адамдармен аралас. Өзің жақсы көретін, сені жақсы көретін жанды кездестіруге тілектеспін. Әлем Алматымен шектелмейді. Басқа ел, басқа жерді қарастыр. Тіл үйрен, дама. Алла өзінің әр жаратылысын шынайы сүйеді, соны есінде сақта деп өзіме жазыппын. Ал енді мен кішкене осы хаттың ішіндегі жазғандардың ішінен не нәрсенің орындалғанына тоқталып кетейін. Ең алдымен, шынымен де мен алғашқы пробналардан, алғашқы сынақ тесттарынан 33, мысалы тілден 35 балл алған болсам, мен оны 45-ке дейін, менің максимум алғаным 48 болған. Тіл мен әдебиет бойынша соған дейін көтердім, жыл бойы дайындалдым шынымен. Енді ол мен тіл әдебиетті таңдап, филологияға немесе педагогикаға түсемін деп дайындалып жүрген кезде. Бірақ одан кейін мен журналистиканы таңдап, тек қана тарихты оқып,
ұбт-тан шынымен мына жақта жазғандай 129 балл алдым. Енді 130 ала алмай қалдым, өйткені тарихта бір сұрақтан қателесіп кеттім. 20-дан 19 алдым, солай 129-бен мен грантқа түстім. Қазіргі оқып жатқан Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің халықаралық журналистика факультетіне. Енді осы жазғанның барлығы орындалатын, енді барлығы емес, басым көпшілігі, егер шын ниеттен сен орындалатынын түсінгеннен кейін, мен одан кейінгі уақыттарда өзіме осындай хаттар жазам. Бұл хаттар менде тек қана қиналған кезде немесе тек қана қуанышты кезде емес, сонымен қатар өзімнің бір басымнан өткен әсерлі оқиға болған кезде, не болмаса өмірімдегі бір жаңа обстоятельства деп айтып жатамыз ғой, өмірімде жаңа бір өзгерістер, жаңа бір нәрселер орын алып жатқан кезде мен өзіме осындай хаттар жазып тұрамын. Яғни егер мен бір істе енді бастап жатқан болсам, Арке, сен осы точкадасың, келесі Б точкаға, Б нүктесіне жеткен кездегі өзіме хат жазатынмын. Және қызығы, сол екінші нүктеге жеткен кезде, бірінші жазған хатты оқыған кезде, шынымен де скачок деп айтады ғой, жаңа бір деңгейге шыққаным, жаңа бір өсу бар екендігін көріп, мен шынымен қуанып қалатынмын. Яғни өзімізді бақытты ету, не болмаса өзімізге көмектесу, қиын сәтте қолдау көрсету өте бір қиын нәрсе емес. Оны барлығымыз жасай аламыз, барлығымыздың қолымыздан келеді. Жалпы мені танитын адамдардың ішінде де жақындарым да көп біледі. Мен жазудың құдіретін және шүкіршілік жазуды, армандарыңды жазуды, кез келген форматтағы жазудың маңыздылығын айтам және соны кеңінен насихаттаймын. Окей, енді әңгімемізді екінші бөлімге қарай жалғайық. Неге дәл 1 жыл бұрынғы Ақеркеге? Яғни 17 жастағы, әлі мектепте оқып жүрген, шамамен наурыз айы болса, қаңтар ұбт-дан кейін наурыз ұбт-ға дайындалып жүрген Ақеркеге қандай хат жазар едім, қандай ақыл кеңес берер едім? Қазір салыстырып қарасам, 17 жастағы Ақерке мен 18 жастағы Ақеркенің арасында үлкен өзгеріс бар. Өйткені 1 жылдың ішінде, осы мектеп бітіргеннен кейін мен көп нәрселер өмірімде өзгерді. Жаңа істермен айналысып көрдім, жұмыс жасап көрдім. Заңды, заңсыз дегендей. Заңсыз дегенді андай дұрыс емес деп түсініп қалмаңыздар. Фриланста жұмыс жасап көрдім. Ол жақтан тәжірибе жинадым. Және 1 жыл бұрынғы Ақеркеге осындай кеңестер айтар едім. Ең біріншісі, ол шамадан көп уайымдама. Мен 11 сынып оқып жүрген кезде алдағы ұбт қалай болады, тестті тапсыра аламын ба, шығармашылық емтихан қалай болады, ал мен түсе алмай қалсам ше, журналистикаға түскісі келетіндер көп қой, менің қарсыластарым көп, бәсекелестерім көп, маған грант бермей қалса ше деп өте қатты уайымдайтынмын. Және одан бөлек мен айналамдағылардың да маған аса сеніңкіремей қарағанын мен сезетінмін. Бірақ сонда да менің бойымда өзімнің арманыма деген, жоқ мен бұл жерге түсемін, жоқ мен бұл нәрсеге қалағаныма барамын, сол жерде оқимын, грантқа да түсем, бәріне жетем деген сондай бір арманым болды ішімдегі бір кішкентай Ақерке, кішкентай процент сол нәрсеге шынымен сенді. Және мен осы наурыз айынан бастап, жоқ, наурыз айынан емес, мен сәуір айынан бастап тұрақты түрде күн сайын таңғы 6:30, шамамен таңғы астан кейінгі уақытта кабинетке келіп, сыныптастарымнан бірінші болып кабинетке келіп алатын және өзімнің күнделіктерімді жазатын. Ол жаққа күнделікке мен грантқа түскенімді, яғни қазіргі мына аффирмация, визуализация деп айтып жатады ғой. Яғни өзіңнің миыңды программалау. Мен өзімнің миымды сол нәрсеге программалайтынмын. Күнде таңертемен келіп, өзім сенбесем де, менің күдігім сеніміме қарағанда басымырақ болса да, мен күнде таңертең келіп, тұрақты 3 ай бойы мектепті бітіріп, сол соңғы ұбт-ның тестіне кірген күнге дейін күнде таңертең тұрып, солай күнделік жазатынмын. Яғни ол жаққа мен мен грантқа түстім, ұбт-дан осындай балл жинадым, осындай универде, осындай мамандықта оқып жатырмын деп күн сайын өзім солай жазатынмын, сенсем де, сенбесем де. Және бір қызығы, уақыт өте келе, маған ол нәрсені жазу, бастапқы мысалы сәуір айында 1 ай бойы маған қиын болса, менің миым сенбесе, қарсыласса, одан кейінгі мамыр, маусым айларында маған бұл нәрсе өте жеңілірек, яғни мен автоматты түрде оны жасайтын болдым. Ал автоматты түрде жасаған сайын сенің миың ол нәрсенің шын екендігіне сенеді. Солай мен енді осының да көмегі болды деп ойлаймын. Соның арқасында мен ұбт-дан жоғары балл жинадым және грантқа да түсіп кеттім. Сондықтан мен 1 жыл бұрынғы Ақеркеге уайымдама, сенің барлық жасап жатырғаның дұрыс, тек шамадан тыс уайымдама деп айтар едім. Екінші нәрсе, ол жаңа бастамалардан қорықпа, бәрін жасап көр, қызығып тұрсың ба, қорқып тұрсың ба, дәл сол жаққа бар деп айтар едім. Мектеп бітіріп, ұбт тестін тапсырғаннан кейін мен өмірімде өте үлкен
өзгеріс менің копирайтингқа, яғни фрилансқа келуіммен байланысты. Яғни мектеп бітіру кеші болатын күні мен бір рилс көріп қаламын. Жұлдыз Қайратқызы деген копирайтердің бейне жазбасын рилсын көріп қаламын. Ол жақта ол кісі өзінің обучениесіне адамдар жинап жатқанын, сондай нәрсені айтады. Егер жазуға қызығатын адам болсаң, маған байланысқа шық деп айтады. Мен ол call to action болады сондай, мен ол жаққа өзім мен плюс қалдырамын. Жұлдыз ханым маған хабарласады, байланысқа шығады, өзінің курс туралы айтып береді. Солай мен мектеп бітіру кешіне кетемін. Одан кейін келесі күні Жұлдыз ханым маған Ақерке, қалайсыз, не шештіңіз деп хабарласады. Сол кезде мен көп ойланбай сынымнан рұқсат сұрадым. Яғни осы маған курс алып бере аласыңдар ма? Мен жазуға қызығамын, және жазда мысалы официант не болмаса кассада жұмыс жасап, өзімнің мамандығыма сай келмейтін, өзіме сай келмейтін жұмыс жасағанға қарағанда, өзімнің қабілеттеріме көбірек келетін, мені шабыттандыратын нәрсемен айналысқаным дұрысырақ секілді деп солай өтініш жасаған болатын. Олар маған әрине бірден келіскен жоқ, бірақ мен оларды көндірдім. Солай курсты алдым және оқыдым. Жаз бойы, одан кейін қыркүйек, қазан, қараша, тіпті желтоқсан соңына дейін мен осы копирайтер болып жұмыс жасадым. Одан бөлек қаңтар, қараша және желтоқсан айларында театрда, яғни официальный работада, мемлекеттік жұмыста жасадым. Соның барлығы, былай қарап тұрсам, менің ең басында жазда сол копирайтингтің курсын аламын бастаған екен. Яғни осы жердегі екінші кеңесімнің қорытындысы, саған бір нәрсе қызық болып тұр ма, саған бір нәрсе қиын, қорқынышты болып тұр ма, сол жерге бару керек, соны жасап көру керек. Сол кезде ғана сен бір жаңа деңгейге өсе аласың. Және үшіншісі, ешқашан жұмыс жасауды тоқтатпау керек. Мысалы мен мектеп бітіргеннен кейін, яғни ұбт-ны тапсырып, арқамнан жүгім түсіп, күшті жеңілдеп қалған кезде осы копирайтинг саласына келдім. Обучениені өту барысында мен бірден осы алған курстың ақысын қалай ақтап ала аламын деп ойланып, хардворкинг деп айтады ғой қазір, өте көп жұмыс жасауға тырыстым. Нәтижеге жету үшін, соның кері жемісін алу үшін мен өте көп жұмыс жасадым. Түрлі проекттерге жазып көрдім, өзім жаздым, кейбіреуін маған Жұлдыз ханым өзі тауып беріп отыратын ол кезде. Солай бірнеше проектпен жұмыс жасап, одан кейін сарафанкамен де біраз жұмыс жасадым. Солай 2 айдың ішінде мен курстың ақшасын ақтап алдым. Одан кейін мен плюсқа шықтым, яғни курстан мен көбірек пайда таптым. Бірақ енді уақыт өткеннен кейін кішкене олай жұмыс жасаудан, сабақпен барлығын қатар алып жүрген шаршағасын мен желтоқсан айында барлығын тоқтаттым. Қаңтардан бастап мен жұмыс жасап жатқан жоқпын. Қаңтар айын мен толықтай өзіме қайта оралуға, восстановление деп айтады ғой, өзімнің жоғалтып алған ресурстарымды өзіме қайтаруға арнадым қаңтар айын. Және осы ақпан, наурыз айларында мен көбірек кітап оқуға, яғни self-development деп айтады, тұлғалық дамуға арнағым келеді. Қазірде бірнеше кітаптарды оқып жүрмін. Және осы тұста айтқым келетіні бір жыл бұрынғы Ақеркеге, бұл менің бір әттеген айым негізінде. Ақерке, ұбт-мен жоқ, әттеген айым емес. Және қазірде мен өте көп кітап оқуға тырысып жүрмін. Бұл нәрсе енді 50-50 әттеген ай деуге де болады, не бір плюс, бір артықшылық деп айтады ғой. Артықшылық деп те сондай бір ұтымды тұсым деп те айтуға болады. 11 оқып жүрген кезде мен тек қана ұбт-ға көңіл бөлгендей сезіледі. Тек мен осы қаңтар, наурыз айларынан бастап мектеп ішілік сондай іс-шараларға, жаңа бір бастамаларға атсалысып жүрдім. Және ол маған тұлғалық дамуыма, яғни тек қана фокусымды ұбт-ға ғана емес, басқа нәрселерге де бөліп, энергиямды былай распределять етуге, теңдей бөлуге өте көп көмектесті. Және қазірде мен солай жұмыс жасамасам да, жұмыс жасауға кететін энергиямды өзімді дамытуға арнап жатырмын. Және мен ойымша бұл өте ұтымды жол. Сіз қандай курста оқысаңыз да, қандай сыныпта оқысаңыз да, кітап оқу, өзіңіздің дамуыңызбен айналысу, ол сізге бәрібір уақыт өте келе өзінің жемісін беретін бір өнімді іс. Негізі бір жыл бұрын мен ұбт-ға көбірек көңіл бөл деп айтатын едім, бірақ қазір ол нәрсе маған қатты маңызды емес. Бірақ қазір маған маңызды емес болғанымен, ол сол кезде маңызды болды, және ол өзінің құндылығын жоғалтпайды. Әрбір адамның жүріп өткен жолы, басынан өткен оқиғалары, ол белгілі бір деңгейде тәжірибе, белгілі бір деңгейде сізге берілген өмірдің сабағы, және сол сабақтан жұмысын орындап, қатемен жұмыс жасап, 5 деген бағаны алуға тырысу керек деп ойлаймын. Сол кездері қорыққан тест, сол кездері қорыққан шығармашылық емтихан, сол кездегі қорыққан универдегі жаңа орта деген мәселелердің барлығы уақыт өте келе өзінің шешімін тапты. Және мен оған қатты қуаныштымын. Бір жыл бұрын негізі менің мынандай бір арманым болған.
менің жоспарым бойынша мен нәрікбаев атындағы универге түсемін деп ойладым, тапсырамын деп ойладым. Астана қаласында суығына қарамастан боламын деп ойладым. Өйткені нәрікбаев университетінің студенттерге, әсіресе журналистика факультетінің студенттеріне жасап беріп отырған жағдайлары мені қатты қызықтырды. Негізінде басқа өнерлермен салыстырмалы түрде, бірақ Астанада болғандықтан және одан бөлек осы былтырғы жылдан бастап олар тек қана өздерінің заң факультетінің студенттеріне ғана емес, сондай-ақ журналистика факультетінің студенттеріне, қабылданушыларға, абитуриенттерге IELTS-тан сертификатты, яғни IELTS, TOEFL не болмаса Duolingoның тестінің сертификатын алып келуді талап етті. Мен Duolingoның тестін тапсыра алмай қалдым. Өйткені терезенің артындағы адамдардың, мен өзім бір бөлмеде отырғанмын, терезенің артындағы адамдардың сөйлеген сөздері аудиоға жазылып қалыпты, және соның кесірінен маған сізге сертификатты бере алмаймыз деген хабарландыру келді Duolingoдан, хабарлама. Ал IELTS пен TOEFL-ды, SAT-ді тапсыруға менде ол кезде уақыт болмады, өйткені мен бұл ақпаратты сәуір айының соңында білдім. Яғни мамырда посольствода IELTS тапсыруға мүмкіндік болған жоқ, бос графиктар, окошкалар болған жоқ. Мен тек маусым айында тапсыра алатын едім. Ал маусым айында менде ұбт-ның өзінің емтихан сынағы тұрды тарих бойынша. Ал одан маусымның соңында, яғни шығармашылық емтихан, содан 1-2 аптадан кейін, мен ұбт-ымнан кейін, мен ана жерде не былай, не ағылшынға дайындалып, не ұбт-ымды қайталап үлгермеймін деп қатты қорыққаннан, уайымдағаннан, ол арманым асау болды деп айттым. Бірақ соған қарамастан, жаңа айтқандай, даже тіпті бұл тәжірибенің өзі менің өмірімнің бір, былайша айтқанда, кірпіші болып қаланды. Яғни алдын ала зерттеу керек екен, қай жаққа тапсырғың келеді. Егер сен жақсы условияны, жақсы мүмкіндіктерді, үлкен масштабта қаласаң, соған сай әрекет етуің керек, алдын ала қамдалуың керек. Қыстың жазын жаздай деп қазақтар бекер айтпайды ғой. Сондай нәрсенің барлығын алдын ала жоспарлау керек екен. Осы нәрсе менің бір өмірімдегі кірпіш болып қаланды, мысалы. Ал егер жалпы қарайтын болсақ, одан бөлек мен басқа да армандарым болды, және олардың барлығы сәтті түрде орындалды. Оған әрине мен сансыз қуаныштымын және шүкір деп айтамын. Жаңадан бері өздеріңіз байқап отырғандай, мен айтқан 3 нәрсенің үшеуі де менің өмірімнің бір бөлшегі ретінде қабылдаймын. Яғни мен оларды отрицать етпеймін, мен оларды өте керемет деп идеализировать етпеймін. Қалай бар, солай қабылдаймын. Және сіздерге де бастарыңыздан қандай да бір жағдай, қиындық не болмаса қуанышты жағдай өткен болса, оның барлығын жай ғана как факт, эмоциясыз қабылдауға кеңес беремін. Қиын сәтсе бір депрессияға түсіп кетпеудің, өзіңізді қинап жеп қоймаудың негізі өте бір оптимальный, тиімді способы, тиімді жолы дәл осы. Егер менен қазір осыған дейін өткен оқиғалардың кез келгені туралы, мына нәрсеге көзқарасың қалай деп қайтадан сұрайтын болса, мен бейтарап көзқарастамын. Өйткені менің ойымша, әрбір адамның жүріп өткен жолы, жаңа мен бағанадан бері айтып отқанымдай, белгілі бір жол, және ол жол сізді составлять ететін, яғни сіздің тұлғалық болмысыңызды қалыптастыратын сол жол. Сіз бәрібір қанша күйінсеңіз де, қанша ішіңіз ашыса да, қанша ашуланып тебінсеңіз де, өтіп кеткен нәрсені қайтып айналып келіп, алдыңызға алып келіп, дәл сол жағдайды қайтадан жасай алмайсыз, дәл сол ситуацияға қайтадан бара алмайсыз. Не болмаса сіздің қатты бақытты болсаңыз да, сол бір көңіліңізден шыққан сол бір күн, сол бір сәтті сіз бәрібір өткеннен қайтып алып келіп, алдыңызға алып келе алмайсыз. Өткен нәрсені мен ойымша қалай бар, солай қабылдау керек. Оған эмоция, асыра сілтеу, ондай ештеңе қосып қажет емес. Және осы жолда да болашаққа деген, яғни өткенді как есть қабылдап жүріп, болашаққа деген бір интриганы, болашаққа деген бір сенімді, сол бір лаулап тұрған іштегі отты сөндіріп алмау керек екен. Өйткені бұл өткенді как есть қабылдап үйреніп қалған кезде өте оңай болады екен, болашаққа просто қарай салу. Сондықтан әр нәрсені балансировать етуге тырысу керек. Әрине өмірде баланс деген нәрсе жоқ. Өмірде мүлдем идеальный ештеңе болмайды. Сіз бір жерде успевать етіп, бір жерде керемет жетістікке жетіп жататын болсаңыз, екінші жерде сіз бәрібір ақсап тұратын бір нәрсеңіз болады. Және ол нәрсені қалай бар солай қабылдау керек. Ол нәрсе де өмірдің бір бөлшегі. Шынымен де біз бақытсыз сәттерді басымыздан өткізбей, бақытты сәттің не екенін түсіне алмайды екенбіз. Ғалидің өлеңінде бар еді ғой, үміт үзбей іздейді олар, тыңдап сол бір жақұтты, оны алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты деген. Негізі менің видеом 1 жыл бұрынғы өзіме хат емес, бір какой-то лекция оқылып болып кеткен сияқты. Сондықтан егер сіздердің назарларыңызды аулап, басқа бір нәрсеге қуып кетіп жатқан сәттерім болса, кешірім сұраймын. Бұның барлығын монтажмен реттеуге тырысамын.
жана мен сөйлеп отырганда да өзүм байкаган нерсе, көп сөздерди мен биринчи оюма ағылшын же болбосо орыс тилинде келет экен. Содан кийин барып казак тилине аударып отурдум. Ал үчүн кечирим сурайм. Алдагы убакытта бул нерсе менен жумуш жасоого тырысам. Баршаңызга осы видеонун соңуна дейин көргениңиз үчүн алғысымды билдирем. Арнама жазылып, лайк басып коюңуздар, пикир жазыңыздар. Алдагы убакытта дәл осындай дагы да башка форматтагы кызык видеоларды түзүрүүгө